Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Айдар телестудиясында жаңалықтар айнасы. Сіздермен бірге Арыстан Аят Рустамұлы. Мектебіміздегі ауқымды жаңалықтармен бөлісе кетейін. Жақында Айгөлек Бөбекжай балабақшасы тәрбиеленушілері нөмір 2 Банымша орта мектебіне экскурсияға келді. Экскурсия барысында логопед, мектепалды даярлық кабинеті, сонымен қатар кітапхана және телестудияға саяхат жасалды. Мектептің тыныс-тіршілігімен танысты. Сонымен қатар мектебіміз білім, ғылым саласында үлкен жетістіктерге жетіп, жақсы жаңалықтармен қуантып отыр. Яғни, Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұйымдастыруымен 7-11 сыныптар арасында өткізілген ғылым фестивалі байқауында жүлделі 2 орынды иеленген Құмар Нұрсет. Нұрсетті жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы демекші 23 сәуір ұлттық кітап күні және қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 180 жылдығына орай ойшыл ақынның өлеңдері оқытылып шықты. Және де балалар кітапханасы жобасы аясында кітап асыл қазына атты танымы сағаттар өтіп жатыр. Мектебіміз тек білімге ғана емес, экологияға да, яғни қоршаған ортаны қорғауда аса мән береді. Жақында Республикалық Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында мектебімізде сенбілік жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі жаңалықтарымыз осы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алдағы іс-шара жаңалықтардан қапы қалмаңыздар. Келесі кездескенше.